Есіңізді айтайын. Мен есімім Айгүл. Мен осы тройничный нервпен қанша болып бір жылдан асып кетті, қиналып жүрмін. Бетім деген ауырғанда енді адский боль енді шыдамайды. Мына жақта тістерім бәрі ауыратын. Тістерім бәрін шылқыға барып жұлдырдым да, содан түбінің бәрі ауырады. Істемеген нәрсем жоқ. Невропатологқа қаралдым, нейрохирургқа қаралдым, олардың бәрін дәрісін алдым, системасын алдым, одан болмады. Енді бір кішкене уақыттар болады да, қайтадан бастайды. Сөйтіп жүргенде санаторияға жаттым Талғарда. Ол жақтан да болмады. Ол жақтан енді жаңа бетіме небір нәрселерді салды, қойды, одан да қоймады. Үшін Қытайда бір дәрігер кетті, ол системалар қойды. Қолда қояды системаны. Біз сияқты Қазақстандағыдай елде дада жерде қоймайды, тияқта қояды. Оны да жасаттым. Одан бір емші бар деді. Ол емшіге тоже бір орыс Американың емшіге қаралдым. Оның да жаңағы нелерін алдым, шөптің сығымдарын алдым. Істемеген нәрсем жоқ. Ол жаңа тістерім түбіне тампол қойдым, ауыз шаятындарым бар, ваннаға түсетінім бар, оның да нәрсесін бәрін 7 сайын 40 мыңға 35 мыңға алып отырдым. Одан да қоймады тегі. Бірақ жасабаттым, амалдым жасадым. Бір күні Роза деген менің құрбым маған айтты: Айгүл, сен осы нервтен қатты қиналып жүрсің ғой, осы бір мынандай бір продукция бар, карандаш. Осыны алда нервіңе жақшы деді мына жақтарға. Содан мен оның барын басында мән берген жоқпын Розаға. Бір күні мен Роза Дархан мені таныстырды. Осы отырған кезде мен өзім онша көңіл бөлмедім. Дарханның тыңдаған кезде анашы айтты, Дархан айтты: мен бір дос қызым бар еді. Осы беттен қатты ауырып қиналып жүрген Айгүл деді ғой. Осыны жақты, мынаны карандаш жақты, содан жақсы болған деді. Мен көңілім, ойым кетті кәдімгідей. Қойшында мынау керек, маған әсері бар екен дедім да, осы карандашты жаға бастадым. Бірінші күн жаққан күні түнде бетім зірк-зірк етті. Енді мен түн ортасында солқылдағанда тісім, бетім ауырғанда мен ат тұратынмын, отыратып ұйықтамай отыратынмын, тамақ жей алмаймын, қазір дұрыс сөйлей алмаймын, тістен әбден қиналатынмын, тісімнің түптері ауырады, тамақ дұрыс жей алмаймын, дұрыс сөйлей алмаймын, әбден енді қиналдым мен ішті. Міне осы мына продукцияны осы жақтым, сырттан ғана жақтым, ішпейсің бе, ішінен келіп, сыртынан жағып отырдым. Тройничный нерв жаңағы, мынадан бүйтіп келіп, беттен бүйтіп ауырады ғой, мынаның бәрі ауырады. Содан көзім зіркілдейді, былай қарай нервім ауырады ғой, ауырғанда басым суылдап кетеді. Шыдамаймын енді бар ғой, енді ауру дегеннен шыдатпайды. Басына түскен адам ғана біледі. Мен осы жағып, осы карандашты жақтым да, түнде сол күні бір Роза құрбым мен жаныма қонды. Роза, мен бетім ауырып жатыр деп едім. Қорықпа деді ше, менікі де ауырып жатыр деді. Жаққан жерім, бел жағыма жағып едім деді. Бір кез зеркілдеп ауырып, біраз уақыт тоқтап қалды. Әй, Роза, менің бетім тоқтат деді. Содан енді жаңа бетіме жылап кетпейінше, шыдамаймын осылай ауырғанда ше, жақсы болды соны. Машалла. Ең басты ем шипа болсын, ем болсын. Қазір жақсы сезесіз да өзіңіз беттен кейін? Жақсымын, иә. Аллаға шүкір. Шипасын берсін, ең басты ем болсын, иә. Ем болып жатыр маған. Аллаға шүкір. Ең басты шипа болсын, иә. Ұйқым жақсы. Шүкір. Осының әсері жақсы болып жатыр маған. Шүкір. Шипасы болсын енді, Аллаға шүкір. Өше сандар. Ұзағынан болсын.